Ауылы жақындар сенбі күні түс ауа үйлеріне барып, содан дорбаларын арқалап жексенбінің кешіне қарай интернатқа қайта оралып жатқан кез. Менің ауылым қаладан қашық. Қала мен алыстағы ауылымның арасын қара маржан тауы бөліп жатады. Басқалар сияқты үйіме барып келе алмаймын. Демалыс күндері көбінесе интернатта жалғыз қаламын. Дәлірек айтқанда, жалғыз емеспін. Нарбота деген бала бар. Менің серігім сол. Дардай атының алғашқы буынын, яғни нарын алып тастаса, оған солда жетер еді. Нар қайда деп айтамыз. Тұрған бойы жаңа туған ботаның сықпытындай нәп-нәзік, аяқ қолы шидей. Бірақ басы ботаның басындай үрпек, үлкен екені рас. Жанары да ботаның көзіндей жәудіреп, сәл-сәл жасаурап тұрады. Нарбота тақыр жетім. Әкесі соғыста опат болған. Шешесі 43 жылы өкпесіне суық тиіп, кешікпей күйеуінің соңынан кете берген. Оннан жаңа асқан баланы ағайындары жетімдер үйіне өткізсе керек. Содан биыл оқу басталарда біздің интернатқа ауыстырылды. Интернаттың балалары демалысқа ауылдарына кеткенде, Нарбота күнсаққа ауладағы ас үйдің күншуағында кітаптан бас алмай отырады да, кешке өз төсегінен қашып, менің қасыма келеді. Жалғыз жатуға қорқамын дейді. Сөйтіп ол менің көршім Қасболаттың қой қасына келіп қисая кетеді. Демалыста екеумізге бола қазан көтерілмейді. Аспаз апай мен тәрбиеші апай екеумізге нан, колбаса беріп кетеді. Соны қара сумен ішіп-жеп жүрек жалғаймыз. Нарбота ауылының қайда екенін де білмейтін сияқты, сағынбайтын да сияқты. Ал мен ауылымды аңсаймын. Нарбота күншуақта кітапқа шұқшиса, мен интернат үйінің қызыл қаңылтырлы төбесіне шығып алып, алыстағы аспан тауымды іздер едім. Үйдің төбесіне шықпасаң, жан-жағы биік дуалмен қоршалған ауладан аспан тау көріне қоймайды. Тіпті шатырға шыққанның өзінде аспанда ұдайы көзге түсе бермейді. Көбінесе бұлт болып тұрады, не тұман түседі. Кейде мұнар перделіп қалады. Ал қысты күні кешке жақын кей күндері аспанда ап-анық болып, әсіресе шыңдарын батар күннің қызылы шалғанда лағыл тас аулағандай болып, көзге оттай басылатын. Ауылым сол аспантаудың бауырында ғой. Аңсағанындай аңғарында терезелер тесіле қарап тұратын ең четкі қоржын үй менің үйім. Мыңбұлақ ауылының тау жақ шетіндегі сол аңсаулы мекенді көзімді жұмып тұрып ақ көре беремін. Қазір сол үйдің алдындағы күресін қардың үстінде 3 адам солтүстік шығысқа күйіктің асуына қарап қалт тұрып қалған сияқты. Біреуі ескі солдат шинелін киген Айша. Солдат шинелін Борандының базарында бір себет жұмыртқаға айырбастап алған. Айшаның екі жағында 2 бала тұр. Қарындасым, біреуі інім. Үшеуі де демалысқа үйге қайтар мекен деп менің жолыма қарап тұрғандай болады. Үшеуі мына күн батар сәтте менің жолыма қарап тұрау деген ойдың өсіп өтуі мұң екен, көңілім уылжып, алқымыма өксік тығылып, мына қытымыр аязда көзімнен күйдіргі жас ыршып кетті. Ауылдарынан оралып, дорбаларын артынып, қарындары да көңілдері де тоқ. Аулаға абыр-добыр кіріп жатқандарға жауға қарап, үйдің төбесінде мұржаға сүйеніп тұра бердім. Жалпаңдап алдарынан шыққым келмейді. Бірдеңе дәметіп тұрау деп, қалама екен деп, кім білет? Тек иесіз алақанда тозикте шала құрсақ, жуындысыз қалып еді. Енді намыссыз неме иттігін істеп, жағымпазданып, жаутаң етеді. Сонда Әлтай дейтін таңқы танау тозик мә деді. Тозик байғұс құйрығын шыпжыңдата шырпыр болып, құлдыраңдап жүгіріп, Әлтайдың алдына жата бере, жер бауырлап жата қалып еді. Әлтай оны қара тұмсықтан теуіп кеп жіберді. Тозиктің қаңсылаған даусы сонда жарты әулиеата әлеміне естілді-ау деймін. Жыла, сорлы нең бар еді, тілмескеленіп. Қыстың қысқа күннің қызығы да лезде суалды. Аспантаудың алмас шыңдарын лағыл тасқа айналдырған сәуле де сөнді. Қаптай түскен қараңғылық көз алдыма жаңа ғана жайнап тұрған сұлу суреттің бәрін жалмап қойды да, аспантау шыңдары мұңайып тұрып теңізге батқан кеменің желкеніндей жоқ болды. Білтесін басқан шырағдандай көңілім менің пәс тартып, төбеден төмен қарай түспекші едім. Шаң-шұң еткен дауыстарды естіп, сатыға аяқ артқан күйі тұрып қалдым.
Байқаймын шаңқылдаған Әлтайдың даусы. Сол-ақ әйтеуір әлденеге ұрынады да жүреді. Аспантаумен жүздесемін деп отырып, көп қызықтан құр қалып қойсам керек. Сатыдан тез-тез түсіп, жүгіріп бөлмеге кірдім. Әлтай нарботаның жағасынан алқымдап тұр екен. Айнала біраз бала Әлтайдың қылығын қызықтап, шатақ қыза түссе екен деп құлқын қағып тұрғандай көрінді. Бол дейді Алтай. Онсыз да әлжуаз әрі аш құрсақ нарботаны қылқындыра түсіп. Тап енді. Нарбота қолтығына әлгінде ғана оқып отырған кітабы шарасыздан жыламсырап жан-жағына қарайды. Жаның шықсын, детдомнан шыққан жанкешті. Детдомның бәрі шпана. Әлтай шаң-шұңқ етті. Тиіспе детдомға, ол менің анам, деді Нарбота. Кенеттен қайрат біткендей жағасындағы Әлтайдың қолын жұлқып кеп қалғанда, көк матрасқа көйлектің жалпақ жағасы дар етіп сорақының шеңгелінде кетті. Енді мен шыдап тұра алмадым. Не болды, не жанжал, дедім. Мынау, деді Әлтай, осындағы көк көйлектің жағасын не істерге білмей абыржып, көйлекті жыртқан үшін тәрбиешінің әлі қандай жаза берерін Құдай білсін. Не істеді ол саған? Бір шанаш талқанымды лезде ұрлап алды, деп Әлтай жыртылған жағаны ұмытып кетіп, қайтадан қайратына мінді. Көзіңмен көрдің бе? Көрмесем де көрсем де осы алды. Мен аулаға кірген бойда қолымдағы шанашты ас үйдің іргесіне қоя салып, дәретханаға жүгіріп кеткенмін. Сонда Нарбота сол жерде қоқиып кітап оқып отырған. Оқымыстысын қайтерсің? Қызыл іңірде кітапшылын. Сөйтіп қайтып шықсам, жаңашаш та жоқ, Нарбота да жоқ. Мен оның ойнағаны шығар деп ойладым. Жүгіріп ізінше бөлмеге кірсем, түк көрмеген, білмеген болып, төсегіне шоқиып отыра қалыпты, монтаны болып. Онда талқаның қайда кетуші еді? Шамаданын қарайық, матрасының жастығының астын тінтейік. Егер шанашың Нарботадан табылса, сазайын сонда берейік. Ал әзір көйлегін жыртқаның не масқара? Енді тәрбиешіге не дейміз? Дұрыс, дұрыс, деп жамарады жан-жақтан жиналған жұрт. Шамаданын қарайық, кілтіңді берей, Нарбота. Түрпілеу қара одеял, мақтасы жентек-жентек ала матрас. Құс мамық орнына мақта тығылған ақ жастық. Бәрі де төсектен лезде ұшып түсті. Ештеңе де жоқ. Шамадан дегенде Нарботада ескі пәнер шамадан болушы еді. Құлыбы да жоқ. Ілгегіне ширатып қағаз қыстыра салыпты. Пысықайлар ішінен ат басындай алтын шыға келетіндей апыл-ғұпыл ашып еді, іші толған кітап екен. Толстойдың Қажымұраты, Лермонтов, Чехов, Тургенев, Абай мен Әуезов те бар екен. Тағы бір десте дәптер. Әлтайдың шанашы сол дәптерлердің ішіне кіріп кетті деді ме, балалар парақтап көріп еді, біреуіне тек өлеңдер жазылған екен. Ойбай, мынау ақын ғой, жасырып өлең жазады екен ғой, деп тақырбас Аманжол шаян шағып алғандай шар етті. Қайдағы ақын, өзгелердің өлеңін көшіріп алады да, деп Әлтай тыржырыңды. Шамадан ішінен шанаш шыға келіп, көзіне оттай басылмағаны өзегін өртеп, домбық қабақ көзі сөнік тартқан. Анам менің интернат, тағдырым саған аманат, асыраған анама келтірмеспін жаманат. Жоқ, мынау өзінің өлеңі. Маладес, Нарбота. Әй, қабырға газетіне неге өлең жазбай жүрсің ей? Деп балалар Әлтайдың шанашын ұмытып барып, қайтадан шуылдата түсті. Бол мүттәйім басқа жерге тықты, деп Әлтайдың жан даусы шықты. Есің дұрыс па, енді қайда тығады, деп қалды тағы біреуі. Бұл детдомнан шышпан араларының білмейтін пәлесі жоқ. Әлтай таптым дегендей ұмытылып барып, жуан қарын қарапештің қақпағын ашып кеп қалып еді. Кешеден бері от жағылмай уілдеп тұрған неменің суық күлін Әлтайдың бет аузына күл қаптап қапты да қалды. Балалар цирктен масқарапаз көргендей мәз-мейрам болып, ал кеп күлді, ал кеп күлді. Тіпті біреулері ішін басып төсектеріне құлай-құлай кетті. Шыдамаған болу керек. Бағанадан бері жәбір көріп, зорақыдан қорланып, қабағы түсіп, қаюлы тұрған Нарбота да құлыншақша сыңғырлап күліп жіберді. Кірпік танауын көл тұтып, тісі ғана ағара ақсиып, зұлыс баласындай болған Әлтай бұрынғы ма, енді доғылдана шапшып, Нарботаның алқымына қол сала бастады. Шыдамның да шегі бар. Әлтайдың қолына енді мен жармастым. Әп бәлем, деді Әлтай, жоғы кенет табылғандай. Сен тығып келдің. Бәсе, сен бөлмеге бәрімізден кейін кірдің ғой, рас па?
қайда жүрдің? Екеуінің ұрлығың бір. Мынау саған әкеп берді, ал сен барып жасырып келдің. Тапқан екенсің ұрыны. Балалар екеумізді ажыратып жіберді. Бірақ Әлтай қояр емес. Басқалардың бәрі үйлеріне барып келгенде, осында ошарыланып аштан-аш қалған сен екеуің. Үйсіз жайсыз қаңғыбас ұрылар. Сонда Тәліп ортаға шықты. Тұра тұрыңдар деді. Ақ құбаша реңі лып етіп қалып, қызғылтым тартып, оп-ұзын кірпіктерін жиі қағып, бадырақ көзін жыпылықтатып қойып. Құр дауласқаннан түк шықпайды. Менде арлан қасқырдың тарамысы бар. Сөйтіп, ол өз шамаданнан шынында да ораулы тарамыс алып шықты. Міне, қазір осының бір талын күйдіреміз. Барысқан мен Нарбота шынында да ұры болса, аяқтары тырысып қалады. Ал ұрламаса түкте болмайды, келсесіңдер ғой. Дұрыс, кәне, көрейік деп, тапқырбас Аманжол тор төсегін шиқылдата бұларға қарай жылдам келді. Өзің комсомолмысың, қайдағы жоқтың шығарасың ғой деп, төсегіне теріс қарап жүгерінен жеп отырған Қасболат шот жүйделі мойнын әрең бұрып алара бір қарап қойды. Көрсет, кәне, қызық болсын ей деп, Аманжолда ентелей қаптай берді. Тұтат, міне шишақпақ деп, бір шеттен тапыраңдап Қодарда қомпаңдады. Ал онда күйдіремін деп, Тәліп сөзінің аяғын көбір-көбір, сыбыр-сыбырға айналдырып жіберді де, шишақпақты бұз жеткізіп тарамыстың ұшына тигізді. Кәдімгідей күйген еттің иісі де мүңк ете түсті. Ызың еткен дыбыс жоқ. Бәрі ішін тартып тынып қалған. Қанша адалмын десең де қиын екен. Әуелі шыннан үрей билеп, маңдайым жіпсіп қоя берді. Аяғым тырысып қалса өлім ғой. Нарботаға көзім түсіп кетіп еді, ол күзгі қара суықта қалтыраған жапырақтай құты қашып барады екен. Бір сәт осы шынында ұры болмасын деген жаман ой келді басыма. Қасқырдың тарамысы тырысып, бырысып, шырт-шырт етіп жанып та болды. Еденге түскен қара күйесі мен қоңырсық иісі ғана қалды. Енді балалардың бәрі Нарбота екеуміздің бетімізге үңіле қарап, әлдебір ғажайып күткендей қадалды. Біз оларды үздіге күткен қызығынан құр қалдырғандай, кейіпкерлерінде өкініш бардай. Ой десті. Далбаса деді біреу. Тақырбас Аманжол қу. Несі далбаса, әуелі жүргізіп көрейік те, әй жүріңдер ей деп, итермелей түсті бізді. Мен міз бақпай қалдым. Аманжолдың өзін итеріп жібердім. Содан ол мына дүлей қайтеді ей деп бұрылды да, кәне Нарбота, сен жүріп көрші деп майыса қалды. Нарбота өзінің адал екенін дәлелдегісі келген болу керек. Әуелі тәй-тәй басқан баладай кібіртіктеп бір-екі аттады да, аяғының аман екеніне қуанып кетті ме байғұс, кенет жүгіре жөнелді. Қыран топан бөлменің іші жаңғырықты. Нарботаның екі езуі екі құлағында. Енді бәрінің назары маған ауды. Менің міз бақпай қалғанымнан күдіктенді сірә. Барысқан, енді сен жүре ғой деп сыңсыды. Аманжол жақындап келуге жасқанып. Жүрмеймін, неге жүрмейсің? Құдай біледі, осының аяғы тырысып қалды деп, енді мені зорлап жүргізбекші болып, екі-үшеуі бірден ұмтыла кетті. Сонда менің тырысқан аяқтарым шошаң-шошаң ете қалғанда, әлгілер жан-жаққа шашырап кетті. Олар еш жеп қайта ұмтылмақшы еді, бәлені өзі бастаған Тәліп араша деп арамызға тұра қалды. Бұлар адал екен, өздерің көрдіңдер ғой, аяқтары тырысқан жоқ. Енді Әлтай тулай кетті. Өтірікші, ол қасқырдың тарамысы емес, әшейін жұртты ақымақ қылып тұрсың деп, Тәліпке шың-шың кете жармасты. Ол да білді қасқырдікі деп, Тәліп те қоймай жатыр. Өзің комсомолмысың, тағы да өлләхи-биләхи дейсің. Қасболат та жуан мойнын бұрып, төсегінен тұрмастан алара бір қарады. Сонда таңқы танау Қодар кісілік танытты. Бұл дауды соза беріп қайтеміз. Қазір тәрбиеші апай келіп қалса, бәріміз әуреге түсеміз. Шетімізден тексеріп берекемізді алады. Одан да былай істейік. Бәріміз ауылдан бүгін келдік қой. Құдайға шүкір, әрқайсымыздың үйден ала келген бір-бір түйіншегіміз бар. Мына жапа шеккен Әлтайға әрқайсымыз қос уыстан талқан жинап берейік. Сонымен дау бітсін деді. Тапқан екенсің ақымақты. Біреу ұрлайды, біреу оның айыбын төлейді деп күж етті Қасболат. Бұл жолы жуан мойнын бұрғанда жоқ. Өз басым ешкімге ештеңе қарыз емеспін. Жалпы Қодар, сенің мәселеңді қарау керек. Өзің комсомолмысың, өзің Құдай мұндай дейсің. Өй, ол сөздің мысалы ғой,
немене, не болса да соған жармаса бересің деп Қодар да қоқилана кетті. Бермесең бермей-ақ қой, сенсіз де өлмеспіз. Кәне балалар, Әлтайға жылу жинайық. Сөйтті де Қодар Әлтайдың фартбелік орнына жүретін кітап қап шүберек дорбасын қолына алып, қатар-қатар төсектің шетінен бастады. Шеткі төсекте үрпек сары Әзімбай жатушы еді. Өзі азғантай ауқатты бөліп деп бұртиды да қызыл дорбаға қос уыс талқан салды. Ой, маладес деп Қодар келесі төсекке келді. Жылпос Аманжол қутың-қутың етіп, мен бір-ақ уыс саламын не деді. Неге? Менің талқанның ішінде шекері бар. Онда шекеріңді бөліп алды, қос уыс сал. Қыран күлкі. Құмшекерді талқаннан қайтып бөліп алады. Арам, уысын қысып қалды деп шырылдай кетті. Әркімнің әр қимылын қалт жібермей аңдып отырған Әлтай. Тәйт, сен сөйлеме, сөзіңді біреу сөйлесе аузың қышып бара ма деп Қодар тыйып тастады. Қодар осыны қойшы дегендей қолын бір сілтеп, Қасболаттың төсегінің тұсынан өтіп бара жатқанда, Қасболат сүзетін бұқаша сіресе бұрыла қалды. Менде талқан жоқ, мынаны ал деп жарты таба жүгері нан ұсынды. Жарықтық жүгері нан тәтті болғанымен басы әрең бірігіп үгітіліп тұрады ғой. Қодардың қолы тиген жері морт кетіп, қызыл дорбаға түсті де осында қалған бөлігін Қодар өз аузына бұралақтатып тыға салды. Өй арам қараш, әдейі сындырды мынау деп Әлтай шыңқ ете қалды. Не керек, қызыл дорбаның бүйірі томпайып, буаз қаншықтың қарнындай салбырай берген кезде кенет есік шыңғырыла шиқылдай ашылып, әуелі ақ бу бұрқ ете қалды. Бұл даланың суығынан көрі төбедей төңкерілген тәрбиеші әйелдің қақарының қабаршысындай белгет. Не қалған базар? Әшейін апай, әшейінің құрысын, кітап ұстаған біреуің жоқ. Үйге берілген тапсырманы оқымай, ертең бәрің екі алып келмекшісіңдер ғой. Кәне топырламай, сабаққа дайындалыңдар. Ініне кірген суырдай әркім өз төсегіне барып жым болды. Тәрбиеші апай шыға берейін деп төңкеріле қайта бұрылды да, айтпақшы, мынау қайсыңдікі? Далада тұз ит тістеп жатыр екен деп тері шанашты босағаға қоя салды да есікті бажылдата ашып шыға жөнелді. Әлтайдың талқаны табылды. Нарбота екеуміз енді шынақталдық. Бірақ мәселе қайта өршіді. Жылуға жиналған талқанды қайтеміз деді Қодар. Қайтадан қос уыстап бөліп алайық деп шап ете түсті Аманжол. Қасболат енді шаршы денесімен бері қарай тұтас бұрылып, мына екеуің ғой деп Нарбота екеумізді нұсқады. Жазықсыздан жазықсыз жәбірледіңдер. Бүкіл интернатта үйлеріне бармаған осы екеуі. Бір түйір дәні, бір үзім наны жоқ. Бөліп беріңдер осы екеуіне. Дұрыс, дұрыс десті. Бәрі кенет мейірлене қалып. Мен алмаймын, рахмет деп Нарбота бұрылып кетті. Мен де дедім, мен кенет аспандау көз алдыма елестеп кетті. Онда сен-ақ қабырғаңды жап деп Қодар қызыл дорбаны Әлтайдың қойқасына сүйей салды. Дау осымен бітіп, балалардың бәрі тұқишып кітаптарына үңіліп, тап-таныш бір сәтте біреудің солқ-солқ жылаған естілді. Балалардың бәрі бастарын көтеріп состия қалысты. Жалғыз бас көтермей салбырап қалған ол Әлтай еді. Шанашын тозик тістеп, әр жерін бүлдіріп тастапты. Соған жылап отыр ма, әлде кім білсін? Не үшін жылады екен?